Қайырлы күн, достар. Міне біз ежелгі заман тарихынан сарматтар тайпасына да келіп жеттік. Бұдан бұрын сақтар туралы, үйсіндер туралы, ғұндар туралы, қаңлылар туралы видео түсірген болатынмын. Оны осы каналдан оқып алыңыздар. Сарматтар тайпасы біздің Қазақстанның батыс аймағында мекендеген тайпа. Және сарматтардың қалған ескерткіш Атырау облысының Шылауай ауданынан табылған алтын адам. Мен сіздерге осы сарматтар туралы жақсылап айтып беретін боламын. Сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Көне дәуір авторларының еңбектерінде сармат атауының кездесетін мерзімі. Сармат атауы антик дәуірлерінде біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдан бастап белгілі. Бұл туралы Рим, грек тарихшылары Геродот, Диодор, Үлкен Плений, Полибилер жазып кеткен. Жалпы біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда ерте сарматтар қазіргі батыс Қазақстан жеріне еніп, одан Қара теңіздің солтүстік аймақтарына дейін жеткен. Антик дәуірінің тарихшыларының айтуы бойынша сарматтардың халқының саны 20 мыңнан кейінгі дәуірлерде 7 мыңға дейін азайған. Елімізде сарматтар қоныстанған аймақ. Сарматтар біздің елімізде батыс Қазақстанда қоныстанды. Яғни қазіргі Орал облысы, Атырау облысы, Ақтөбе облысында бір кездері сармат тайпалары өмір сүрді. Сармат тайпаларының өмір сүру мерзімі біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасыр мен біздің заманымыздың 5 ғасырларының аралығында сарматтар тайпалары өмір сүрді. Сарматтар да Қазақстан территориясында өмір сүрген, Жетісуда өмір сүрген, Тиграқауда, шығыста өмір сүрген аримаспылар, солтүстіктегі аргипелер, орталықтағы иссадондармен бірге батыста савраматтар тайпасы өмір сүрді. Савраматтар тайпасы негізінен иссадондар менен, дақтар менен, массагет тайпаларымен туыстас болып келген. Сармат тайпаларының құрамында сондай-ақ Рақсалан деген тайпалар, Аландар және Сирақтар деген тайпалар болған. Арал Каспий аралығы, одан оңтүстікке қарай өмір сүрген сармат тайпасы Дай деп те аталынады. Бұл туралы Қазақ энциклопедиясында Адай кіші жүз байұлының құрамына кіретін ең үлкен ру, арғы тегі Каспий теңіздің оңтүстік шығыс жағалауын мекендеген ежелгі Дақ тайпалары болса керек деп жазылған. Каспий жағалауында өмір сүрген сармат тайпасы. Сарматтардың тағы бір тайпасы, бұлар Гиркани деп аталынды. Гиркани тайпасы Каспий теңізінің оңтүстік шығысында өмір сүрді. Яғни олар қазіргі Иран менен Түркменстанның территориясында өмір сүрген тайпалар. Сармат дәуіріндегі Каспий теңізінің атауы. Жалпы Каспий теңізі ежелгі замандарда әртүрлі атпенен аталған. Хазар теңізі, Хвалын теңізі, Гиркан теңізі деп аталынған. Сармат дәуіріндегі Гиркан теңізі деп аталыну себебі Каспий теңізінің оңтүстік шығысында Гиркандар деген тайпалар өмір сүрген. Батыс Қазақстан аймағында кездесетін ескерткіштер әрине сарматтардікі, өйткені батыста сармат тайпалары өмір сүрді. Сарматтардың Целиний, Сынтас, Бесоба, Аралтөбе деген қорымдары табылды. Целиний Оралдан, Сынтас пен Бесоба Ақтөбеден, Аралтөбе Атырау облысынан табылды. Савраматтар жөнінде жазып кеткен Рим тарихшысы Диодор. Жалпы сармат туралы грек Рим тарихшылары көбірек жазған. Оның ішінде Геродот бар, Үлкен Плений, Полибилер бар. Біздің заманымыздан бұрынғы 248-247 жылдары парсыларды басып алған сармат тайпасы Дайлар. Осы Дайлар Аршак әулеті билігінің негізін салған сармат тайпасы болып та табылады. Арсактар біздің заманымыздан бұрынғы 250 және 224 жылдары Парсы мемлекетін билеген әулет, негізін салған Аршак патша. Тарихта осы Аршакты Дай тайпаларының бір тармағын басқарған қолбасшы деп те атайды. Үстіртте зерттелген сармат ескерткіштері бұл Бәйте менен Терең деген жерлерден табылған. Бәйте және Терең ғибадатханаларын 1983 жылы археолог Самашев зерттеген. Табылған заттар құрбандық шалатын тас үстелдер, мінәжат ететін ғибадатхана және абыз аса таяғының сынықтары табылған.
Сарматтардың қоғамдық басқару құрылымы әскери демократия болды. Сарматтардың әскери демократия заманында қауымның ішкі сыртқы мәселелерін шешетін әскер басылары болды. Әскер басылары бүкіл қауым мүшелерімен ақылдаспай, тек әскери жасақ қатарындағы адамдармен ғана санасты. Әскерге әйелдердің де кіруіне рұқсат берілді. Сарматтарда әйелдердің қоғамдағы рөлі басқа көшпелі тайпаларға қарағанда жоғары болды. Сарматтардың торсық, саба сияқты ыдыстарды жасаған материалы. Сарматтар мал шаруашылығымен айналысты, теріні өңдеп, торсық, саба сияқты ыдыстарды жасады. Сарматтардың Бесоба қорымына жерленген бұлар абыз әйелдер. Бесоба қорымы Ақтөбе облысының Мәртөк ауданынан табылды. Бұл диаметрі 6 метр, тереңдігі 0,16 метр болатын шұңқыр абыз әйелдер жеке-жеке жерленген. Сабрамат обаларының ішкі құрылымы көбінесе ағаштан жасалынған. Сабрамат ескерткіштерінің зерттелген қорымы бұл сынтас. Сынтас бұл Ақтөбе облысынан табылды. Бұнда 3 сабрамат жауынгерлері жерленген. Жалпы қорымдардан көптеген заттар табылды. Соңғы Сармат кезеңінің Атырау облысы Жылой ауданынан табылған ескерткіші Аралтөбеден табылған алтын адам. 1999 жылы белгілі археолог Зейнолла Самашев осы Атырау облысы Жылой ауданы Аралтөбеден сақ жауынгерінің қалдықтарын тапты. Осы сақ жауынгерінің бүкіл сырт киімі түгелдей алтынмен апталған. Қысқа жеңді сауыты болған, сондай-ақ шашбауы, қару-жарағы, қорамсақ жиектері, асатаяғындағы самұрық бейнесі де алтынмен апталған. Сондай-ақ қорымнан болат семсер, қайқы қылыш, жебе, қорамсақ табылды. Бұл алтын адам екінші алтын адам болып аталынды және Сармат тайпасына жататындығы дәлелденді. Қазіргі уақытта алтын адам ескерткіші Атыраудағы облыстық мұражайда сақтаулы. Сарматтардың өздері жасамай шығыс елдерінен алғызған заттары шыны ыдыстар. Сарматтар орталық Азия мен Қара теңіз өңірін мәдениеттерін байланыстырушы тайпа болған. Олар Жерорта теңізінің жағалауындағы елдермен, Египетпенен, сондай-ақ Месопотамияменен сауда байланысын жасаған. Сарматтар өмірінде әлеуметтік теңсіздік болғандығын дәлелдейтін бұл обалар, археологиялық ескерткіштер. Обалар 3 түрге бөлінген: үлкен обалар, орташа обалар, шағын обалар. Үлкен обаларда тайпа көсемдері, орташа обаларда жауынгер, шағын обаларда қауым мүшелері жерленген. Жалпы обалар әртүрлі заттарға өте бай, әсіресе алтын мен күміс бұйымдары көп кездеседі. Ерлер мен әйелдердің қабірінде қару-жарақ міндетті түрде қойылған. Достар, мен сіздерге сарматтар туралы көптеген пайдалы ақпараттар айттым. Сондықтан сіздер менің видеомды жан-жақтарыңа таратып, достарыңа, туыстарыңызға жіберіңіздер, тегін білім алыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сондай-ақ бұдан бұрын түсірілген сақтар, үйсіндер, қаңлылар туралы да оқуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.